Барлықтарына салам достар. Сеніммен бірге видео артында отырған әдеттегідей бұл мен Блоди. Менің видеома қош келдіңдер. Бүгін біз өзіміздің сүйікті Dodge Demon көлігіне жол деген рубрикамыздың финалдық бөлімінде келіп жеттік. Бұл видеода мен қылатта да, казинода да болмадым. Ең күтпеген жағдай, бұл видеода мен контейнерге бардым. Ары қарай не болғанын білген кезде до конца көр. Достар, видео басталмай жатып айтып кететінім, мен Blackrush ойынын Blue серверінде ойнаймын. Blackrush ойынын жазып алды, мен ойнайтын серверге қосыл. Менің никім Алмас Карапов. Уже жұмыс істеп те, казиноға барып та жалып кеткеннен кейін, мен контейнер ашамын деп шештім. Және де алғашқы контейнерім Китай. Және де 2 миллион 100 мың тіктім, пока что менде 3 миллион бар. 5-4. Мен осы жерде қазір мен қадалып қалсам білмеймін енді. Так, көреміз достар. Мен ең алғашқы контейнерім, мен кішкене қобалжып тұрмын. Volvo! Достар, мен уже бірінші контейнерінен Volvo түсіріп алдым. Сонда менде қазір 3 миллион 400 мың болып тұрды. Енді менде 5 миллион. Достар, қарап тұрсыңдар, сонда мен 2 миллионды, яғни оп-оңай-ақ көтеріп алдым деген сөз. Қазір тағы да Китай, Германия деген транспортный компаниялардан құралған контейнерлер шықса, мен онда соларды сразу ашатын боламын. Қазір сонда примерно айтқанда Dodge Demonға 2 миллион 1 миллион ғана қалды. Енді біз соны ғана алсақ, все, сериямыз бітеді. Бірақ оны алу үшін менде қазір питбайк бар, яғни мотоцикл, почти 100 мың тұратын мотоцикл, Stage 3, сондай бір дерзкий мотоцикл. Мен соны сатқым келмейді, сондықтан мен соны сендерге айтып кетейін, мен соны ойнатамын сендерге. Видеоны егер де до конца көретін болсаңдар, конкурстың шарттарымен және де конкурс қалай болатынын және де қандай мотоцикл екенін білетін боласыңдар. Сондықтан до конца көріңдер. Мен оны ойнатам, содан кейін бірақ Dodge Demon алам, егер де Құдай қаласа ақшам жетіп жатса. Әдетінше мен екі контейнердің біреуін ашамын. Біреуі Китай, біреуі Германия. Неге? Себебі ол жерде 2 миллион және де маған ол ақша жетіп тұр. Ал российский немесе одеждалар ашсан, онда сен мүмкіндігінше слит етіп аласың. Сондықтан да оған көбінесе жоламаңдар. Мен секілді ашыңдар. Сол жерден сендер өздерінің керемет көліктерінде таба аласыңдар, немесе ақша көтеріп аласыңдар. Ал мен қазір ақша көтеру үшін келіп тұрмын. Себебі қазір мықты көлікте түссе де мен Dodge Demon көлігіне жол түсіріп жатырмын. Сондықтан Dodge Demon көлігін алу үшін мен, яғни түскен машинаны сатып жіберетін боламын. Солай ақша жинап аламын, егер де слит етіп алмасам. Сондықтан не болған до конца көріңдер. Іздеп китайский тура жаңағы контейнер таптым. Мен оған 2 миллион 100 мың тіктім және де аниме жасаймын. Аниме жасасаң көбірек саған шанс беріледі дейді. Сондықтан мен соны қолданып түсіріп алуым тиіс. Мына жерде мен қазір слит етіп алсам, көп слит етіп алуым мүмкін. Сондықтан мүмкіндігінше ұтуға тырысу керек. Біз мына жерде почти тағдырымыз шешіледі. 8, 7, 6, міне қасымда адамдар да қарап тұр. Олар ставканы өзгертіп жүрмесе болды. Все. Так. Ё-моё! Z4 миллионға сата алам ба? Жесткий, достар, мынау үшін прям лайк, мынау үшін мен саттым 4 миллион 400 мың, яғни. Ё-моё, сонда қазір көреміз. Менде 6, 7 миллион болды ма сонда менде? 7 миллион болды достар, мен сонда уже Dodge Demonға ақшам жетіп тұр. Сондықтан да достар, прям лайктарыңды басыңдар. Dodge Demon алғанды көргілерің келсе, лайктарыңды прям бас жеріңдер. Ол үшін мен осы қол астында жүрген, яғни мотоциклымды сендерге ойнатамын. Ойнатып болғаннан кейін мен Dodge Demon аламын. Так что қазір конкурс шарттарымен барлықтарымен таныс боласыңдар. Арнайы мен оған видео бар, сондықтан до конца көріңдер. Достар, сонымен каналымызда алғашқы кішігірім конкурс. Арнайы өзімнің питбайгымды ойнатамын. Өте керемет мотоцикл, Stage 3, full tuning, бәрі-бір қалыпта, максимальный скорость 200-ден асады. Сондықтан достар, осы мотоциклді алғыларың келсе, менің шарттарымды орында. Біріншісі арнаға тіркелу, және де канал бөлімін ашу. Мен сол жерде қараймын. Екінші, комментарийға мен қатысамын деп никпен WhatsApp или VK-ларымды қалдырып кету. Бір шартым, көк серверді ойнауларын тиісіңдер. Басқа серверлерге мен бұл мотоциклымды бере алмаймын. Сондықтан да аздаған
кішігірім конкурс және де кішігірім шарттар. Сен сол шартты орында да менің мотоциклімді ұтып ал. Сәттілік. Давайте.